Баршаңызға сәлем, сіздер мен Луиза. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 5 минутта дайын болатын кремді десерттің рецептісімен бөлісемін. Бұл десерттің құрамы өте қарапайым және әр үйден табылатын заттармен жасауға болады. Тәтті жегіңіз келгенде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Өте тез дайындалады және дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен десертіміздің қамырын жасап аламыз. Ол үшін бір жұмыртқаны ыдысқа салып, оған 40 грамм қант қосып, бір пакет ванилинді қосып, венчикте жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң 6 қасық сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майды да жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізіп болғаннан соң жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық. Енді осы қамырды екіге бөліп, кішкентай бөлігін 20 минутқа морозилкаға салып қоямыз. Енді формамызға пергамент қағазын салып, қамырды қолмен жайып, тегістеп шығамыз. Енді кремімізді дайындаймыз. 200 грамм сүтке 30 грамм қант, 20 грамм какао, 20 грамм крахмал қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы ыдысымызды отқа қойып, тоқтатпай араластырып тұрамыз. Бір қайнап шыққаннан соң кремімізді оттан аламыз. Кремге бір ас қасық нутелла қосып, жақсылап араластырамыз. Енді қамырымыздың бетіне дайындаған кремімізді жағып шығамыз. Морозилкада тұрған бір бөлік қамырымызды осындай теркамен өткізіп, үгітіп аламыз. Десертімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минут пісіріп аламыз. Міне біздің десертіміз пісіп шықты. Мен бетін қант ұнтақтарыменен әсемдедім. Өте керемет, дәмі күшті болып шығатын десерт. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий жазып қалдырыңыздар. Менің басқа видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен болған Луиза, сау болыңыздар.